Қайырлы күн, құрметті YouTube көрермендер. Мен сіздерге Астана қаласының оң жағалауында Даму молдың дәл қасында орналасқан коммерциялық нысанды көрсетейін дегем. Бұл шұғыл арада сатылып жатыр. Орналасқан жері өте керемет. Ол міне ана жерде орналасқан Қобыз тұрғын үй кешенінде. Дәл қасында мінекей ЛРТ жолы өтіп жатыр. Қазір іске қосылған, жұмыс істеп тұр. Енді орналасқан жері өте керемет. Мынау Қалдаяқова көшесінде орналасқан Даму мол бәріміз білетін. Ал мынау Әзербаева көшесі. Мінекей екі көшенің қиылысы. Мынау Арайлы тұрғын үй кешені, дәл қасында Гранд Виктория тұрғын үй кешені орналасқан. Бұл қазіргі уақытта ар жаққа қарай жүретін болсақ, Нұрлы жол жаңа вокзал орналасқан. Мінекей орналасқан жері өте керемет. Мінекей бір қарап алыңыздар. Мынау Браво Family тұрғын үй кешені, мынау Бином орта мектебі. Ал мына жақта болса Гранд Викторияның үйлері кетеді бұлай қарай. Мынау Әзербаева көшесі. Мінекей мынау Даму мол. Қазір көп адамдардың осы районда тұратын адамдардың көбі осы жерге келіп демалады. Ішінде бәрі орналасқан. Мынау мінекей Қобыз тұрғын үй кешені. Мен айтып жатқан коммерциялық нысан ол міне мына жерде орналасқан. Міне ол жерде көлік қоюға автотұрақ барлығы бар. Парковка дейміз бе, және ке ол угловой бұрышта орналасқандықтан өте ыңғайлы. Қазір мен сізге жақын жерден барып көрсететін болам. Бұл өте қарқынды және тез дамып жатқан райондардың бірі. Қайталап айта кетейін, қазіргі кезде инвестиция болмаса сатып алуға қарасаңыздар, левый беріктен кейін, сол жағалаудан кейінгі өте сұранысқа ие райондардың бірі. Мінекей, міне ЛРТ жүріп жатыр. Мінекей мына жерде Кенен Әзербаев атамызға арнап осындай кішігірім ескерткіш салып қойған монумент. Мынау міне Әзербаева көшесі, ары қарай анау Райымбек тұрғын үй кешені. Бұл ары қарай барып, мына жол қазір бітпей тұр. Бұйыртса осы 1-2 айда осы жер дайын болады. Бұл үлкен көшелердің жұмысын жеңілдетеді. Және ке міне мынау былай қарай, мынау міне Даму мол ары қарай кетеді. Нәжмеденованы қиып, ары қарай Байтұрсынова, Бөлекбаева со жаққа қарай кетеді. Мінеки орналасқан жері өте керемет. Мынау Қобыз тұрғын үй кешені. Қазір мен сіздерге нысанның өзін көрсететін болам. Ол міне ана жерде орналасқан. Мен және сіздерге ана жақтан бастап түсіргем Даму молдың орналасқан жері. Ал енді міне мына жерде соңғы жөндеу жұмыстары қалған. Ана жақта Абу Даби плаза орналасқан, сол жағалау. Енді мінекей қараңыздар. Бұл үйдің дәл бұрышында орналасқан коммерциялық нысан. Шамшы Қалдаяқова 25. Міне мына жақта ЛРТ іске қосылған. Мінекей ол қазір жүріп жатыр. Мінекей көрсеңіздер болады. Ана жерде аялдамасы орналасқандықтан орналасқан жері өте керемет. Және екінші аялдамасы ар жақта орналасқан. Мынау Райымбек тұрғын үй кешені, мынау Ұлытау групп салып жатқан Бозторғай тұрғын үй кешен, ал қарама-қарсы бетте Басқару тұрғын үй кешені орналасқан. Қобыз тұрғын үй кешені мынау болып табылады. Ар жақта Домбыра сияқты үйлер өте көп. Қазір мен сіздерге нысанның орналасқан өзін толыққанды көрсететін болам. Осы жерден кіреміз. Полу цоколь болып саналады. Документ бойынша 95 квадрат метр. Бірақ оны екіге бөлгендіктен 150-170 квадрат метр болуы мүмкін. Мінекей осы тұрғын үй кешен. Мінекей біз және мына жақтан кірдік. Мінекей бұлай кіретін болсақ.
мінекей мынау кіреберіс. Мына жақта дүкен орналасқан, ал мына жақта өндіріс цехы, производственный цех. Мына жақта барлық полуфабрикаттарды дайындайды, ал мына жақта магазин ретінде сатады. Және басқа да мақсатта қолдануға болады. Міне былай кіреміз. Міне бірден көрсетейін. Мынау екіге бөлінген көрдіңіз. Мына жерге лифт қойған. Осындай міне коммерциялық нысан. Қазір потолоктары 2-2-3 болуы мүмкін. Мінекей мына жақта магазин ретінде қолданып, мынау административтік бөлме. Мына жақта енді администрация отырса болады. Мына жерде дайын полуфабрикатты сатады. Мына жақтан дайын полуфабрикатты осылай лифт арқылы шығарса болады. Енді мен сіздерге цехты көрсетейін. Міне екіге бөлінгендіктен осындай лестница арқылы мінекей толыққанды жабдықталған бұл осындай нысан. Мына жақта санузел, мына жақта мінекей санузелі бар. Міне жәнегі екінші этажға лифт. Мына жақта холодильниктер орналасқан. Мына осындай дайын цех. Мінекей толыққанды жұмыс істеп жатыр. Бұлай екіге бөлінген бұл жағыда. Екінші этаж. Сәлеметсіз. Жоқ, сіз түсірмей. Мінекей осылай екіге бөлінген. Жалпы ауданы 150-170 болуы мүмкін, осылай екіге бөлінгендіктен. Бағасы 80 миллион теңге, документтері дұрыс. Даму арқылы болмаса қолма-қол ақша арқылы, ипотека арқылы алсаңыздар болады. Хабарласыңыздар, орналасқан жері өте керемет.